Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, аса қадірлі оқушылар. ұбт-ға дайындық мақсатында мені тамашалап отқан оқушылар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі сабағыма қош келдіңіздер. Бүгін мен математикалық сауаттылықтың 4-ші нұсқа тестін талдайтын боламын. Сіздерді менің каналымда көргенімнен қуаныштымын. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, пікірлеріңіз болатын болса, астына комментарийге қалдырыңыздар. Қараңыздар оқушылар, есеп беріледі ғой, сол берілген уақытта видеоны паузаға басып, есеппен танысып, өздеріңіз шығарып, менің шығарғаным арқылы тексеріп көріңіздер. Сонда сіздерге өте жақсы практика болады. Ал қанеке достар, бастайық. Бірінші нұсқаның бірінші сұрағы: тізбектегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. 2, 7, 17, x, y 77. Біз заңдылықты анықтап, яғни x пен y-тің мәндерін тауып, солардың, яғни y пен x-тің айырмасын табады екенбіз. Есептің шарты солай. Енді қараймыз, қандай заңдылық көріп тұрсыздар. 2-ге 5-ті қосып көрейік. Бағана айтқанымдай паузаны басып, өздеріңіз жақсылап ойланып шығарып көріңіздер, я? 2-ге 5-ті қоссақ 7 болады екен. Енді 7-ге қаншаны қоссақ 17 болады деген сұрақ қойып көрейікші. Может, заңдылық шығып қалатын шығар. 7-ге 10-ды қоссақ, әрине 17 болады. Келесі. Мысалы 5-10 болды ғой, 5 қосылып кетіп жатыр. Сөйтіп тексеріп көрейікші енді. 17-ге соңында 77 шыға ма біздің ойластырған заңдылығымызбен деп. 17-ге 15-ті қосып көрейік. Қосындыларымыз 5, 10, 15, 20, 5-ке еселі сандар болып тұр. 17-ге 15-ті қоссақ 32. 32-ге келесі қайсан? 20. 20-ны қоссақ 42. Мынау 52 болып тұр. 52. Енді 52-ге тағы 5 қосып мынау қосындыға, сонда 25-ті қосып көреміз. Егер 77 шығатын болса, осы сандар демек біздің заңдылығымыздағы сандар екен. Я, әрине, 77 шығып тұр. Демек, 7, 17, мынау демек x-іміз 32 екен. Y-іміз 52 болып тұр. Сонда бізде y-тен x-тің айырмасын табыңыз деп тұр. Тең. Y-іміз не дедік? 52 дедік. 52-ден азайтамыз 32-ні. Жиырма деген бізде D нұсқасы екен. Ал келесі есеп. Бұл да сандар заңдылығы екен. Байқасаңыздар, осы сандар заңдылыққа әр сұрақта келіп жатыр. Минимально бір есептен 3-4 есепке шейін болып жатыр. Бұлай ойлайық. Мына жерде 9, 13, 7, 16, 9, 13, 7 мен 16, жұп ретінде 5 пен 19, 3 пен 22-ні қарастырып көрейік. 13-тен 9-ды азайтсақ, 4 болып тұр.
16-тан 7-ні алсақ, 9 болып тұр. 19-дан 5-ті алсақ, 14 болып тұр. Қараңыздар, мына жерде 5 қосылып тұр бәріне. 4-ке 5-ті қоссақ, мына жерде 5 қосылып кетіп жатыр. 5, 9-ға тағы 5-ті қоссақ, 14. Тағы да көрейікші, 22-ден 3-ті алсақ, бізде 19 шығып тұр. Көрдіңіздер ма? 14-ке 5-ті қосқанға бұл да 19-ды береді. Сонда x-тен емес, y-тен x-ті алсақ 24 шығу керек, е? Y-тен алсақ x-ті 24. Ал енді y пен x-іміздің қай сандар екенін нақты білуіміз керек, е? 25 пен 1 болуы мүмкін. Көрейікші тағы не қандай заңдылық байқалып тұр. Мысалға, мынау жұптарда бірінші тұрған сандар, мына 9 пен 13, 7 пен 16, 5 пен 19, 3 пен 22 деген жұптарды қарастыратын болсақ, бірінші тұрғандар 9, 7, 5, 3 дегендерді көріп тұрсыздар ма? Бұлай болып тұр. Мынандай заңдылық да байқалып тұр екен, қараңыздар. 9-дан азайтамыз, 2-ні 7 шығады. Қазір біріншілерін қарастырып жатырмыз, біріншілерін. 7-ден азайтамыз, 2-ні 5 шығады. 5-тен азайтамыз, 2-ні 3 шығады. 3 дегеніміз сол 22-нен бұрын тұрған сан. Келесі 3-тен тағы 2-ні аламыз. Сонда 1 шығады. Ол x-іміз 1 екен, қараңыздар, оқушылар. X-іміз тең 1-ге. Келесі 13, 16, 19, 22 деген екінші тұрғандарды қарастырсақ, қараңыздар. Бұл жерде 16, бұның цветін өзгертейікші. Мынау екінші тұрғандар 13, 16, 19, 3 қосылып кетіп жатыр. Көрдіңіздер ма? 13 плюс 3. 16. 16 плюс 3. 19. 19-ға 3, 22. Келесі 22-ге 3-ті қосатын болсақ, 25. Демек, 25-іміз ол y. Көрдіңіздер ма? Мына жерде де қараңыздар, 25-тен мына жерде y минус x дедік қой, 25 азайтылған x-іміз тең 24-ті беріп тұрды, дәлелденіп тұр. Мынау негізі, мынау екінші шығарған жолымызда нақты шықты, екінші тәсілмен. Демек, 25 пен 1 екен, екеуінің көбейтіндісі 25-ге тең. X көбейген y-іміз 1 көбейген 25. Д нұсқасы. Келесі есеп. Тізбектегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. 1, 3, 2, 6.
5, 15, 14, x 41, y 122. Заңдылықты анықтап, x пен y-тің көбейтіндісін табыңыз дейді. Енді қараймыз. Бұл жерде 1 көбейген 3 тең 3. 3-тен 1-ді аламыз. 2 болып тұр. Келесі 2-ні 3-ке көбейтеміз. 6. 6-тан 1-ді аламыз. 5. Келесі 5-ті 3-ке көбейтеміз. 15. 15-тен 1-ді аламыз. Сондай заңдылық байқалып тұр. Көрдіңіздер ме? 14. Келесі 14-ті 3-ке көбейтсек. 42. Уже 42-міз қараңыздар. X-тің мәніне сай болып тұр. Көрдіңіздер ме? X-тің орнына 42 түсті. 42-ден 1-ді аламыз. 41-міз шығып тұр. Заңдылық сай бір-біріне. 41 көбейтеміз. 2. Ой, 3 деген. 41 көбейтеміз. 3. Тең болады. 123. 123-тен 1-ді аламыз. Демек 123 қараңыздар. Y. 123-тен 1-ді аламыз. 122. Демек X-іміз 42 екен. Y-іміз бізде 41. Ой, 123. Екеуінің көбейтіндісі бізде 5166-ны береді. Демек, бұл Б вариантында тұрып, мына жерде түспей қалған. Есеп 5166 жауабы. Бұл да заңдылық екен, оқушылар. Бір, 2, 6, 24, 120. Қараңыздар. 1 көбейту 2. Тең 2. 2 көбейту 3. Бізде 6-ны береді. 6 көбейту 4. 24. Қараңыздар, көбейтіліп жатқан сандар бір-бір өсіп жатыр, бір-бір қосылып жатыр да. 2, 3, 4. Демек, келесі сан 5. Келесі сан 6-ға көбейеді. Демек, мынау 24-ті көбейтеміз 5-ке. Не шығады? 120. Енді 120-ны 6-ға көбейтсек, бізде ізделінді сан шығады. 720. Яғни С нұсқасы тапылды. Келесі есеп. Кестеде сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына қай сан сәйкес келеді? Мыналарды қараңыздар. 15, 17. Қоссақ қараңыздар. 15 плюс 2, 17. Оған 3-ті қоссақ 20. Келесі 12-ге 5-ті қоссақ 17. Оған 4-ті қоссақ 21.
27-ге 9-ды қоссақ бізде, сосын 5-ті қоссақ, үшеуінің қосындысы 41-ді беріп тұр. Келесі 36, 14, 4 барлығының қосындысы 54-ті береді. Оқушылар, жалғастырайық. 6-шы сұрақ. Кестеде бастапқы сөзді сәйкестендірілген теңсіздіктің бүтін шешімі бойынша түрлендіру берілген. Отандастар отан түрлендіруіне сәйкес теңсіздікті табыңыз. Бұл жерде былайша ойлай салу керек та, ойлай салатын есеп та бұл. Қараңыздар, мысалға X деген кеш деген сөз болып тұр да, мына жерде бикеш деген сөздің екінші буыны болып тұр. 2 деген BI мен B деген бірінші буынның 2 штук әріпі, 2 әріпі деген сөзді. Қараңыздар, 2 әріп, былайша айтқанда, B деген, кеш деген 3 әріп үлкен, 2 әріптен болып тұр да, былайша айтқанда, мына логикаға сүйенетін болсақ ше. B кеш X үлкен 2-ден. B деген бірінші буынның 2 әріпі. Енді бізде отан сөзі беріліп тұр да, отан сөзі де X болсын, қазір біздің есебімізде. Дастар сөзі 1, 2, 3, 4, 5, 6 әріп болып тұр. Қараңыздар, 6 әріп үлкен, былай ғой. 6 әріп. Сонда 6 әріп, былайша 4 әріптен үлкен болып тұр да. Сонда А нүктесі, А варианты жауап болады. Келесі есеп. Қорапта 15 қызыл, 13 көк, 14 сары, 3 ақ түсті, 4 жасыл түсті шарлар жатыр. Ақ түсті және жасыл түсті әр қайсынан бір шар шығарғанына нақты сенімді болу үшін қораптан қарамай ең аз дегенде қанша шар алынатынын анықтаңыз деп тұр. Ең қолайсыз жағдайды қарастырамыз. Біз шарларды алғанда, қазір 1 минут. Біз шарларды алғанда, бізге керек емес түстердің бәрі алдымен шығып кетті деп есептейміз да. Басмасы? Басма. Қазір кешірерсіздер, кішкентайымыз бар еді қасымызда. Енді алдымен барлық қызыл, көк және сары шарларды түгел аламыз. Себебі олар бізге керек емес та. Сонда 15 қызыл шар, қызылды аламыз дедік. Сосын керек емес шарлар 13 и 14 сары шар. Үшеуінің қосындысы 42 шар. Енді қорапта тек ақ, үшеу ақ қой, 3 ақ және 4 жасыл шар қалды. Бізге 2 түстен де бір-бірден керек. Ең нашар жағдайда қалған шарлардың ішінен саны көбірек түс керек та бізде. Саны көбірек түс жасыл ғой. Жасыл түгел шығады деп қарастырамыз да, сонда барлық жасыл шарлар плюс 4. Плюс 4 жасыл шар. Ол бізде 46-ны береді. Сосын қорапта тек ақ шарлар ғана қалды, я? Келесі алынған бір шар міндетті түрде ақ болады. Бір ақ шар. Сонда дұрыс жауабы 47.
егер қараңыздаршы, егер біз керісінше ақ шарлар бірінші шық деп есептейтін болсақ, онда 42 плюс 3, қараңыздар, 42 плюс 3 ақ шар. Плюс бір ғана бұлай жасыл шар дейміз да, сонда қараңыздар, ол кезде 46 деген ғой, примерно. Жақшы қалып қояқ, біз просто дәлелдеу ретінде айтып жатырмын. Демек, ақ шарлар бірінші шық деп есептесек, онда жасыл шардың шығуына кепілдік болмайды. Сондықтан, біз нақты сенімді болу үшін ең үлкен мәнді аламыз. Түсінікті ма, оқушылар? Келесі есеп. Қорапта 100 шар бар. Олардың жартысы ақ, қалғаны қара түсті шарлар. Бір ақ түсті шар шығатынына нақты сенімді болу үшін қораптан қарамай ең аз дегенде қанша шар алынатынын анықтаңыз. Қараңыздар, жартысы ақ. Яғни 50 ақ, 50 қара, я? 50 ақ, 50 қара. Бізге ең аз дегенде ақ түсті шар керек, я? 50 қараға плюс бір ақ түсті шарды есептейтін болсақ, 51 болады сонда. 51 деген жауап Б вариантта екен. 9-шысы, үстел үстіне 3 ақ және 3 қара. 4 жасыл түсті қарындаштар бар. Қараңғыда ең кемінде неше қарындаш алса, олар бірдей түсті 2 қарындаш міндетті түрде болатынын болу мүмкіндігін табыңыз. Енді ең нашар жағдайда әр түстен, яғни ең нашар жағдайды қарастырамыз. Бұндай есептерде көп есептер кездесті ғой. Алдыңғы нұсқаларды да қарап шығыңыз. Бұндай есептерден практика алу үшін ең нашар жағдайды қарастырайық. Егер біз 3 қарындаш алатын болсақ, және олардың үшеуі де әр түрлі түсті болады, е? Бір ақ, бір қара, бір жасыл. Енді әлі бірдей түсті жұп шыққан жоқ қой. Бізге бірдей түсті жұп түсті қарындаш керек, е? Келесі алынған кез келген 4-ші қарындаш алдыңғы түстердің бірін қайталайды, е? Сонда жауабы 4 болады. Б нұсқасы. Келесі есеп. Асанның ұялы телефонында цифрленген келесі жазу келді. Мынау сандар, цифрлар. Бұл жазуда әртүрлі цифрлар әртүрлі әріптерді көрсетеді. Ал бірдей цифрлар бірдей әріптерді көрсетеді. Шифрленген жазуды табыңыз дейді. Қараймыз, бұл жерде бірінші тұратын мынау бір деген цифрлары. Мысалға 1, 2, 3, 4, 5. Бір цифры, яғни 5 рет қайталанып тұр. 5 рет қайталанған. Мысалға, бірінші тұрған Н әрпінен А нұсқасына қараймыз. Н әрпін барда, Н әрпі 5 рет қайталанған ба, санап көрейікші. 1, бұлай указатель көрсетейін қазір. Міне, Н әрпі 1, 2, 3 жоқ. 5 рет қайталанбапты. Келесі, бірінші тұрған мынау А әрпіне бір цифры сәйкес келетін десек, 5 рет қайталанған ма көрейікші. 1, 2 жоқ, қайталанбаған Б нұсқасында да. Ал Ö деген әріп бірінші тұр екен. Қайталанған ба? Ö әрпі бірнеше рет қайталанбаған, е? Енді келесі Д нұсқасы, қараңыздар, уже 3 нұсқа.
бір-біріне вообще сәйкес келмеді. Төртінші нұсқа. Алға Қазақстан деп тұр. А әрпі 1 деген цифрға сай болса, 1, 2, 3, 4, 5 рет. Көрдіңіздер ма? Келіп тұр. Тағы ұқсас қай әріптер бар бұл жерде? Қ әрпі. Қараңыздар, егер Қ әрпіне қайсы сәйкес келіп тұр? Бірде 2 рет қайталанып тұрған қай әріп? Мынау, қараңыздар, 2 деген сан Қ әрпіне сәйкес келсе, 2, Қазақстан дегенде бірінші, екінші, үш, төрт, бесінші әрпімен бірінші әрпі Қ екен. 2, 3, 4, 5. Міне, көрдіңіздер ма? Бір-бірінің арасындағы ретінде қараңыздар. Қ әрпі демек бірінші және бесінші келіп тұр. 2 әрпіне. А әрпіне 1 цифры сәйкес келіп тұр. Демек, алға Қазақстан деген сай келіп тұр. Жауабы бүйтіп көрсете салайын, е? 1 А әрпіне сәйкес келеді. 1 А әріптерін жазып шығам, қараңыздар. 1, 1. Қ әрпіне 2 деген сәйкес келіп тұр. 2. Демек, қалған әріптер дәл осы ұқсас. 3, 4. З әрпіне 5. Көрдіңіздер ма? Демек, Д нұсқасы екен. Барлығы түсінікті болды ма, оқушылар? Пікірлеріңізді комментарийге жаза кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, оны да жазыңыздар. Жауап беремін, Құдай қаласа. Және де каналыма подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.